Қамшы жаңалық. 16 тамыздан бастап Алматы қаласының бір топ белсенділері Масанчи, Қарасай, Батыр көшелерінің қиылысында орналасқан Ішкі істер департаментінің алдында тұр. Олардың айтуынша Дулат Ағаділдің астына барғандарды полиция өкілдері ұстап бөлімшеге алып келген. Үйлеріне тінту жұмыстарын жасап, ноутбук, флешка секілді ақпарат көзі сақталған дүниелерді алған. Наразылық білдіріп жиналған топтың басты талабы қамауға алынған азаматтардың бостандығы. Бұл жерде енді бізде осындай жағдай тағы да осыдан 1-2 ай бұрын болды ғой деймін, мына Алмалы ауданы бойынша. Тағы да осы 4-5 азаматымызды ұстап алып, осы 1 ай бұрын болған жағдай екен, ұстап алып кіргізіп, ешқандай ақпарат бермей, артынан түнде онлайн сот жасап, бәрін 15 тәулікке қамаған. Осындай. Енді ағайындар, осындай кезде бір-бірімізге араша түспесек, мына кезінде алаштарымызды да өстіп құртқанбыз. Қазірде мына іш жағынан өзіміздің іштен шыққан жаулар геноцид жасап отыр, өз халқына геноцид жасап отыр. Осындай. Енді шын өтірігін тағы да осы мына пандемия кезінде тағы да бәленбай миллиард қарызға кіріп жатыр екенбіз енді. Бірақ негізі бұрынғы қарыздарымыз бар. Осы қарыздарымызбен ертең арқалап қалмайық, осы қарыздарды ертең мына ұрпақтарымызға қалдырып кетпейік. Қазірден бастап қимылдайық ағайындар. Мына құм жиналып тас болмайды дейді, құл жиналып бас болмайды дейді. Сондықтан мына құлдық санадан арылып, біз өзіміз бәріміз бірігіп бас болайық. Мына жаманда болса бай жақсы деп, бай осылардың берген кішкене былай подачка дейді ғой. Кішкене осы садақасына көніп жата береміз бе? Должен 26-го выйти уже на занятие. Незаконным путем у нас все изъяли. Я прошу наших властей вернуть в срочном порядке наши вещи. Они только нам обещают. Я уже 2-й день хожу. Задержали незаконно моего супруга Жексибаева Асхата и активистов. Некоторых посадили. Моего мужа на следствие на 2 месяца хотят закрыть. Олар келгеннен кейін түсірдім, балам айтты, төменде мама біреулер жүр деді. Есік іліп тұрса, қалай ол жетті? Нені алдым, соты биді алып шықтым. Неге сіз түсіресіз деді. Мен айттым, мен хақым бар, сендер неге үйге кіріп тұрсыздар, менің рұқсатымсыз. Бәріміз ұйықтап жатқанда десем, опер жаңағы нелер кіріп келді. Жаңағы нелер, полицейский бар, гражданский формадағы кемпінің адамдары бар, собырлар бар. Келді, 20 адам келіп, барлығымыздың қолымызды қайырып, сотвыйларымызды тартып алды, түсіртірмейміз деп. Сосын ана пенсионный книжкаларымды алып кетті. Қандай документ бар, солардың барлығын алып кетті да. Содан кейін мен оларға қарсылық көрсеттім. Енді 20 адам жабылып тұрған маған, мен қарсылық көрсетуім керек. Қарсылық көрсеттім, қарсылық көрсеткеннен кейін мені алып кетті, неге? Автозакқа салып. Ол жерге барғанда олар менің үстімнен арыз жазды. Мынау не? Не мынау? Сіз кім боласыз? Мынау не? Міне, мына жерде. Дәріне мінекей. Дайындап жатыр. Міне. Что вы снимаете здесь? Мінекей, у шашу үшін мінекей дайындап жатыр. Сасық жанында адам тұрып болмайды. Машинадан түсірді бір нәрсені суды, 2 бачок нені алып былғап жатыр, сумен араластырып жатыр. Ана иісіне мүмкін емес, адам шыдалмайды. Оны алды да ішке қарай алып кірді. Ол енді иісін мен дихлофостың иісіне құсаттым. Дихлофос сияқты да, бірақ мүмкін емес, ана жерде иісіне тұрып болмайды. Өздері әрең тұр. Өздері қолдарында перчатка киіп тұр. Неге түсіріп жатырсыз дейді да? Егер олардың несі секрет болмаса, неге түсіргеннен қорқады? Содан кейін мен 1 часын түсірдім, 2-ші часын ана 2-ші қыз түсірген кезде барып интервью беріңізші, мынаған түсініктеме беріңіз. Мынау не дегенде қашты олар. Ана нелерін жинап, бачоктарын жинап машинаның артына салды да, олар интервью беруден бас тартып қашып кетті. Егер сол өздерінде бір не болмаса, шекілік болмаса, бұл не болар еді да, ана интервью берер еді мына жерде. Олар интервью бере алмады, қашып кетті. Біз беттерін түсіріп алдық. Сонда мына жерде активисттарды отравить етейін деп отыр ма? Улайын деп отыр ма? Ондай дәрілер қазір көп. На ас Дулата Агадила, да, всех активистов сажают, всех наказывают, штрафы. А когда умерла мама Аблазимова, да, в Западном,
Сколько милиции собралось, сколько народу собралось, никого не наказали, вообще ни на кого это дело не завели. А когда умер имам в Сарагаче, там вообще сколько людей собралось, тоже никого не наказали. А именно на ас Дулата Агадила, именно активистов, да, вот так прессуют постоянно, прессуют, наказывают, следят. Это что за беспредел, штрафуют. Бірінші кезекте ДВК қозғалысын, көше шатын бұлар экстремистік деп айтып отыр ғой. Ал осы экстремистік дейтіндей әлемде бір жерде бір факті бар ма? Осы экстремизм бір жерде бір жарыс ұйымдастырған, или бір жерде бір қиянат ұйымдастырған ешқандай факті жоқ. Сондықтан бұлардың қазір Асқат Жексенбаев және де басқа да бүткіл Қазақстандағы қоғам белсенділерін қамап ұстап отыруы бұл барып тұрған заңсыздық. Қамшы жаңалық.